армысыздар. Қоғамдық көліктерде жас қыздар, жас балалар орын бермей үлкен кісілерге белең алып баратыр. Видеоға түсіріп, қазір желілерде керемет таралып жатыр. Енді не айтуға болады? Олар тек Алладан қорқады, олар тек ақыреттен ғана қорқады. Мынау жарық дүниеде олар Құдайдан қорықпайды. Олар тек сол ислам жолында жүрген, тек сол ақыретке ғана сенген мақұлықтар. Әке-шешесі де сондай. Олар тәрбие, тәлім, қаннан әбден шежіре бұзып, қандары бұзылып, небір болмайтын сенімге сеніп, өзінің қазақшылығынан ажырап кеткен мақұлықтар. Сондай әйтеуір өте қиын жағдай болып жатыр. Бұлай бара берсе, мүлдем ұлттық құндылығымыздан жойыламыз. Деградация.